Ассалаумағалейкум достар, біз пранкты бастағанымызға 1 жыл болыпты. Сол 1 жылдың ішінде түсірген видеоларымыздың арасынан ең қызықты деген топовый видеоларды осы видеода қазір көре аласыздар. Достар, видеоға лайк басып, комментарий жазып, подписаться басып, колокольчикті ұмытпаңыздар. Ол болса видеоны бастаймыз, кеттік. Брат, ассалаумағалейкум. Сен неға кіріп келетсің ба? Шарфын шешіп істейсің, шарфпен болмайды просто жүру. Брат. Сосын курткаң шешіп қолың астап жүресің ғой, егер 3-ші этажға баратын болсаң. Ал 4-ке негізі да, 4-ке баратын болсаң, неңді аяқ киім шешіп кіресің. Неге кірген олысың ғой? 5-ке көтермей-ақ қой, оқты голый жүру керек. Ақы, 5 ятсыздардың несі бандай кабинеті бар да, көтеріп кетті. О сияқты жүре берсе, тып-тыныш ештеңе шешпейсің. Әбеке, ассалаумағалейкум. Қалайсыз, брат? Өзіңізбен бір кездесу, бір арман болып жүретті, бір ғанибет болды. Қалай, бақуаттысыз ба, бала-шаға барлығы аман есен? Әбеке. Он не понимает. Таныған жоқсыз ба не? Что, не помнишь? Нет. Сен мені помнишь? Әбеке білесіз ба, бір жайлаудың кештерінде бір екеуміз отырып, бір қазаннан тамақ ауысты өтіп қой, білесіз ба? Ондай түсінбейсің ба? Саламатсыз ба, әпке? Кешіріңіз, бір минутыңызды алайыншы, ja? Жаңа енем деп қалдыңыз ба? Не деді сол кісі? Кімнің? Енеңіз. Ене туралы бір нәрсе айтып келаттыңыздар ғой? Жоқ, Не деп еді сол кісі? не болды? Қызық болып кетті да, просто әңгімелеріңіз. Өлі, айтып отырық қой өзіміздің әңгімеміз, не үшін айтып отырсыз? Не қылды? Ештеңе істеген жоқ. Бір бәле қойып па еді? Жоға, бізге подарок жасаған, соны айтып отыр. Не берді? Өлі, не болды? Тек айтсаңызшы, не болды? Өлі, ене подарок берсін, айтып отыр. Не берді енді подаркеге? Өлі, алтын берді. Алтын? Иә. Мә, денеңіз күшті ғой? Иә. Мен келін бабай ма десең, кешіңіз. Бүркіт. Мен қасында бір охранник тұр, басынан атыңды от. Братан, ассалаумағалейкум. Можно сфоткаться? Давай. Че, вы соцсеть? А для чего, брат, это? Вот, друзья, я с Гусей Гасанов. Он мой друг лучший. Я его встретил. Я с Гусейном. Спасибо, братан. Алло. Ол Геленваген сатып жібердім ғой мен. Двухэтажный коттедж жағым. Ау? Двухэтажный коттедж алдым мен. Бір 500 миллион аудара сал счетыма. Давай, аха, хабарласамыз. Саламатсыздар ма? Қарызға 500 теңге шықпайды ма? Таксиге керек еді, просто шықпайды. Брат. Ассалаумалейкум. Можно сфоткаться? Для чего? Ты Джахалип? Не, работает. Танымадыңыз ба мені? Ой, қойыңызшы. Бір ретте кімнің тойында ішіп едік қой екенсіз бірге? Мас болып қалатын кеш ше сіз. Сізді сүйреп шығарған мен ғой, білесіз ба? Масқара шетке сағат егі. Аға. Сол күн үйге барғаннан не аған жоқсыз ба? Ауырып, анау что-то арақ ауыртады екен, байқадыңыз ба? Арзан арақ қойған ойдың. Нормально болды ма? Мен жаман ауырдым, азанда тандым іздеп, сорпа ішіп. Сонымен до того басым ауырғаннан мен не істедім ғой? Миымды алдырып тастадым баға. Немен жүрмін андай? Искусственный миымен, роботтың миын сағам ғой. Жақсы аға, жолығамыз. Қыздар, саламатсыздар ма? Бір нәрсе сұрайсыздан бола ма сіздердің уақыттарыңыз бөлесіздер ма? Ана білесіздер ма? Жан ты не поверишь деген бір кино шығып еді ғой, осы жылдың басында білесіздер ма? Карантин басталмай тұрып. Потом карантин басталып кетті да, ол киноның. Енді басталып келатқан кезде, в общем, карантин болып, пандемия болып, мен көріп үлгере алмай қалдым да. Сон қандай сайттан көруге болады білмейсіздер ма? Жаным ты не поверишь деген киноны. Я вообще, честно говоря, вообще не имею. Білмейсіздер ма? Кинотеатрда шықты ма? Онда білмесеңіздер, оны Кинопоисктан HD сайтында, HD форматта тек қана Кинопоисктан ғана көре аласыздар. Жаным ты не поверишь дегенде. Қазір тек қана қазақстандықтар ғана көре алады да, және менің промокодым арқылы кірсеңіздер, ол жаққа ше, сумкаңда не бар?
құрт бар ма? Жоқ. Құрт жоқ па? Егер менің промокодым бойынша ше кіретін болсаңыздар ше, тыңдап тұрсыздар ма? Мен промокодымен кірсеңіздер 45 күнше сериалдар, кинолар, любой бесплатно. Прикиньте. Классно, да? Так что көріңіздер, достар. Бүкіл жаңағы ақпаратты, мағлұматты толық несін астына ссылка қалдырып кетем. Осы видеоның астында ссылкасы тұр. Соны бассаңыздар бәрін білесіздер ғой. Все. Қайтып барасыңдар ма? Иә, асық барайын. Аха, чипсидан біреу жесем, бір штук насам. Не жадничайте, да? Әр қазақ жалғыз ғой жаным. Жоқ, біреуін жейін. Мен біреуін жейін, и тағы біреу алайын, оны азанда жеймін, ұйықтан тұрғанда. Да? Все, давайте, девчонки. Құрметті достар, Кинопоиск HD сайтында одан да бөлек мыңдаған киноларды, сериалдарды сапалы качествомен көре аласыздар. Менің промокодым арқылы кіретін болсаңыздар, Кинопоиск HD сайтында 45 күндік тегін подписка жасаңыздар. Барлық ақпаратты астыңғы сілтемеде қалдырып кетем. Ал біз, достар, видеоны әрмен қарай жалғастырамыз. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Қыздар, қалайсыңдар? Сендер үшеуін ғана отырсыңдар ма? Мен есім Алмас болады. Ойлап едім ғой, бір столовыйға барып, бір белаши жеп қойтамыз ба деп ше. Кеттік. Жүресіңдер ма? Иә, қайықта столовый бар. Мына жерде бір 70 теңгеден беля, баяғыда 60 теңге, 70 теңге болып кетті әнәс. Енді май 80-ге көтеріп жүрген олар. Жүрсеңдерші жеп қайынтайға атақ айлық түсті ғой, қарындарыз. Айлықтан түсті май. Кеттік па? Жүре қойшаңдаршы айналыққаннан кетейін. Жүріңдер жеп қойды. Таксовать етіп жүрсіз ба? Братан, в общем, ана жақтан Зеленый базардың ар жағынан ше 2 мал салу керек та. И неге апару керек? Амангелдіге. 1500 теңге берем. 2000 бола ма? Мал болғанда андай кәдімгі мал емес, қой емес. Дұрыс қой енді бәрі. Мен 2 досым ғой, просто мал да боларшы. Мен үшін малдарда мен лақтырып кеткен кеше солар алып кету керек еді. Малдарын алып кету керек. Жоқ, мен достарымның малын алып ше, соны сою керек, соғым қып тарату керек та, соғым алмайсыз ба? Менде не бар да, туалетный бумага. Сәл ашылған кішкене жарты салынған алмайсыз ба? Жарайды, жақсы. Ойланып жатсыз ба? Ау. Ойланып жатсыз ба? Не істеу керек? Махаббат сезімін 3 сөзбен жеткізіп. Махаббат сезімін 3 сөзбен жеткізіп беру керек дейсіз ба? Махаббат деген не ғой? Сізге 3 сөзбен жеткізіп. Махаббат деген жақсы ғой негізі. Жақсы ма? Махаббат деген неше түрліге бөлінеді ғой, мысалға қыз бен жігіттің махаббаты болады, ана мен баланың махаббаты болады, бала мен тасбақаның махаббаты болады. Мысалы мен кішкентай кезімде тасбақаны жақсы көргенмін да. Жарайды, келесі сұрақ. Қуанышты қалай түсінесіз? Қуаныш дегеніміз не жалпы? Сұрағым ауыр болып отыр ма сізге? Қандай сұрақ қойдыңыз? Қуаныш дегеніміз не деп сұрақ қойдыңыз? Қуаныш деген жақсы ғой, негізі қуаныш деген. Қуаныш деген көп қой түрі. Бала мен қыздың қуанышы болады, ана мен баланың арасында қуаныш болады, бала мен тасбақаның арасында қуаныш болады. Мысалы мен баяғыда кішкентай кезімде тасбақаны қуанышты қылғам да. Күшті екен. Келесі. Мынау жігіт па, галстуктағы? Бола ма сен тексерсе? 3-ші этаждан бір бәле ұрлады деді ғой сен. Кеттік. Мынау кешегі охранник қой. Басынан атып, шашынан тартыңдар. Девушка, извините, вы здесь работаете? Этот, качество нормально это? Качество? Да. Я просто каждый час какую? Я просто гороховый суп ел. Хорошее качество. Нормально, да? А вы этим пользуетесь? Нет. А у вас что, газет? Качество хорошее. Я знаю. Вы этот с каменным, да? Я когда маевку вышлю, и там каменным этот вытер. Братан, мынандай қақын алып отыр. Керек еді маған үйге. Сатып алдың ба? Иә. Сатып алатын жоқ ондай. Көрсем болады ма, братан, қалай екен качествосы? Качествосы нашар. Что-то қимылдап кететін сияқты ғой, иә? Мен просто ана үйде билейтінемін да, братаншы. Танцевать я не да, люблю. Эй, деп билесем мысалы, үйде болмайды мана.
Болады, билеттен болады. Эй, потанцуй-ка. Жестко, давай. Болмайды да мені? Болады, билеуге. Сен биледің бе жана, братан? Бір код бастаймыз. Әпкелер тұрыңыздар. Мен сіздерді қорғаймын. Мен сіздердің безопасностьтарыңнан әпке. Тоқтаңыз. Жүре беріңіздер. Бол, таза. Екеуін өлтіріп тастадым. Жүре беріңіздер. Не кино бар екен, әпке? Қорқып кеттім. Өлі әпке, қорықпаңыз. Мен қазір не істемеймін, адам жеп жүрген жоқпын. Жаңа кепси жеп алдым. Әпке, қайсы нормальный кино кірсем болады, соны совет айтасыздар. Девушка, можно вас? Можно вас на минуту? Я хочу спрашивать, что у вас. Можно? Подойдите сюда. Девушка. Здравствуйте. Этот попкорн за сколько купили? Общий взяли. Общий, а не знаете сумму, да? Это 1000, да? 1000? Давайте я вам 500 тенге дам, вы мне дадите? Чего дать? Я куплю за 500 тенге. У нас? Да. Это мы кушали же. Вы руку не молили, что ли? Не были? Ну, все так. Давайте просто так, не надо. Просто так? Да. Нет, я за 500 тенге. Почему? Ладно, за 400. Нет, не надо. Бесплатно не беру. Если вы нормально, то мы можем. Нет, давайте за денег. Серьезно. Ладно, хорошо. За сколько? Сколько дадите? 500? Окей. Ну дорого же, не буду брать. Нет? Вот люди пошли, а? Короче, пацаны, я в Таразе номер 1. Как думаете, кто я? Номер 1. Стендапер? Какой блогер? Не стендапер. Подумайте еще. Я номер 1. Без понятия. Пранкер? Повар. Да. Я повар. Я каша только умею и яйцо. Короче, я вам анекдот расскажу. Смешно, не смешно, говорите мне. Да? Короче, однажды этот колобок будет, и он станет человеком. И он потом скажет: я от бабушки ушел, от дедушки ушел. Теперь я от тебя ушлю. В чем прикол? Смотри, другая анекдот расскажу. Походу не зашло, да? Нет. Давай, нормально анекдот. Короче, один мальчик живет, стареет, короче. Дедушком станет и умер, прикинь. И, короче, дочка говорит: отец, соболезнования. Я узнал, что ты умрешь. Потому что все человек умрет же, когда стареет, да? Очень трогательный анекдот. Я сам это слушал, очень плакал, а вы смеетесь, елки-палки. Какие вы? Стендапер, да? А? Ты стендапер? Нет, я анекдотчик. Чем ты занимаешься здесь? А? Вас, конечно, снимают, елки-палки. Вот там камера, ё-моё, это пранк. Девчонки, вы знаете меня? Вы которые вы керешки дали же мне. Вот керешки я ел, теперь хочу пить. Прикольно, да? Сейчас, подожди. О, есть у вас там душ? Душ хочу принять. Да, шучу. Давайте. Спасибо вам, девчонки. Хотите, я вам деньги отдам за керешки, за сушняк? Да, шучу, мне деньги дадут. Извините, можно 1 минут я вас спрошу что-то не вот? Я, короче, вчера ел случайно свинину. Что со мной будет теперь? Ничего, Я не умру, да? Нет, не Да? умрете. Спасибо, понимаю. Бахтывал Лина. Давай. Привет, Исик. Айсың? Таныдың ба? Ера ма? Ей, жоқ. Ей, творчество сіз кіммін? Білмеймін. Өлі білмеймін дегеніз? Ой, ема, ренжіңіз. Мен мамам ба деп шатасқам сізді. Мама қатты ұқсайды екен да. Короче, я сам сочиняю треки.
Ну, как сочинение? Ну, вы, в общем, смотрите. Такой необычный трек. Название... Как вам? Давай. Уже интрига, да, бля? Oh yeah. Слова есть еще? Как бы? Слова есть вообще в них? Не, я же говорил, уже необычный трек. Ассаламу алейкум. Как вы? Узнали меня? Нет, не узнал. Я вас тоже. Қыздар саламатсыздар ма? Bir сұрақ қойсам бола ма сіздерге? Тұра тұрыңыздаршы, сұрақ қойын. Мен, короче, құдай қаласа осы бір жылдың көлемінде актер мамандығына түсейін деп жатырмын да, андай театрда ойнағым келіп жүр да. Түсініп тұрсыз ба? Соған, короче, мен қазір өнерім бар ма, жоқ па, соны айтасыздар ма? Сен өнерің жоқ сияқты или бар, қатыс депші. Қазір вообще тек Иә. Иә? Онда тыңдаңыздар. Короче, мен күйеу болып ойнап отырмын да. Мына жерде әйелім келіп қалады да. Сәуле, бұл қайткенің? Бұның не құрғыр? Сәуле тұрады да. Отағасы, кешіріңіз. Мен ғой мына жерде ше. Түсініп тұрсыңдар ғой, ситуация не болып жатыр? Сәуле, болды жарар. Көтеніңді қыса ғой. болды ма? Сәуле. Отағасы, көтеніңді қыса ғой дегенің не? Болды ма? Бола ма былай? Былай болады, бірақ кішкене бүйтіп екеуінің андай дауыстарының разницасы. Негізі былай ұрт бар, бір нәрсе бар, иә? Рахмет. Сұрайын шетемін сіздер. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім, сіз бе? Ау. Есіміңіз кім? Амина. Амина? Қазақсыз ба? Жоқ. Иә. Қазақсыз ба? Таза ма? Сізбен танысуға бола ма? Жоқ. Неге? Жігітім тұрып жатыр. Жігітіңіз бар ма? Ойлаңыз, мен өзімнің жеке нем бар. Ау. Жеке адыраспан сататын жерім бар, короче. Жоқ, рахмет. Ақша бар. Мы этот носки шығарамыз заводтан. Ондай жіктер ұнамай ма сізге? 50 теңге шықпай ма? 50 теңге. Туалетке кіріп шай ішті, нету, да? Ладно. Аға, сіздің заказ алды ма? Басқа ештеңе керек емес қой. Асыңыз зәнді болсын. Бір күні осындай жерге екі жігітке тамақ ішкен ғой. Сөйтсе, ана жігіт айтыпты ғой, маған сорпаны сусыз әкеп беріңдерші деген ғой. Сөйтсе официант таңғалған, қалай ол сорпа сусыз болады деген ғой. Өлтірем анекдоттаға, иә. Асыңыз дәмді болсын, аға. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіздер. Барлығы бар ма сіздерде? Заказ беріп отырмын. Не келмей жатыр? Шын істеген болған заказ. Не беріп едіңіздер? Пицца, суши. Біраз заказ бергенсіз, соны біразы келмей жатыр ма? Заказдарыңыз келгенше, сіздердің сұлу сымбатты қыздарыңызға мен бір өлең айтсам ба деп тұрмын. Рұқсат емес. Керек емес па? WhatsApp-тан лақтыр десеңіз, мен бүгін жаңа әнім шықты. Тырнақтарымды қырқып жүріңдер деген әдемі бір әнім шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Салам алейкум, пацаны. Как вас зовут? Доброго. Короче, у меня задание. Срочно вас убить надо. Уничтожить. Как будем делать? Первым... Давай, короче, поделим, короче, а мы спрячемся. Заткнись, я тебе вопросы задаю, а ты ответишь. Срочно убить надо. Как вас? Я хочу вот такую версию. Сперва оторвем вашу писку. Потом холток по-русски как будет? Подмышки.
подмышкадағы жүндерді каждый с этот. В общем, ты понял. Легко вам. Да. Так не поделать, что. Че, с каким будем начать? С него? Давай, короче, На тебе, ублюдок! Пацаны, красавчики, это был пранк. Там камера. Красавчики. Саламатсыз ба? Қара, тұр. Қараңдар, қара. Қара. Әдемі шықты? Не алмайсыз ба? Тиын бермейсіз ба? Өлі түсірген үшін ма? Е? Өлі сондай да ола ма не? Өләкке мен әлі бекерден тұрған жоқпын Сол ғой. үшін дұрыс. Конечно. Қош? Қанша сене? 200. Өлі миллионды емес, обязательно бересіз әпке. Онда жүндеп түсіру ма? Бермесеңіз, оған кәдімгідей не статья бар бұяқта кәдімгісі. Сізді сотқа бере аламын мен. Ой, сотта жүр онда не күштендір. Мен жүндеп түсіріп жүрміз онда, е? Ойнайтым. Бәсі. Қайда емес, студент по подработать. Жоқ, әпке. Оны бермейін деп тұрады, оны бересің. Жоқ, түсініп тұрмын ғой, беретін. Әзіл ғой, әзіл. Онда жөндеп түсір онда деген. Түсіріп отыр, қақпет, түсіреміз. Нихау. Сауши. Хай, оны шоу-шоу да, о. Сауши, оны. Хай, шоу-нау, оны, шоу-нау, науши. Науши, хай, хо. Сауши, на шоу-да, о. Хай, хо. Я не китайский, я корейский учу, дурак. Хайда газо. Шоу. Sorry, we can't understand you. Do you speak English? Извините. Екі-үш күн бұрын неде главныйда шығып қой ютубтан потом көре салайын деп Шықтыр, қай жылғысыңдар? 2003-сіңдер ма? Естеріңде болсын. Унтека самарейка, саңтуки, шаңсыңыр еді, ора. Осыны есте сақтаңдар, шықтыр. Бұл өмірде ең важный нәрсе. Унсыңтың аюңы шыңы. Особенно саған керек болады, брат. Тыңы осыңы. Давайте, жеге. Жақсы, давайте. Саламатсыздар ма? KFC ма? Иә. Біреу бересіз ба? Дәмін көріштен бересіз ба? Тәтті шығар, е? Күшті. Ақша жоқ просто, түсінесің. Иә. Студент болған шығарсың өзіңде. Иә. Ой, Осымен қалдырып кетейін ба? төртеу ақ қалыпты ғой, мейлі өздеріңіз жей беріңіздер. Ой. Нормально болсанда алатын едім, рахмет, сіз ақ көңіл қыз екенсіз, Иә. Үйленіңізші маған. Болды. Мама, Қашан? тұра тұрсын, мен әңгімелесіп тұрмын ғой. Мама, короче, ұрысып отыр маған, күндізше, үйлен, осы уақытқа дейін жүре бересің ба деп отыр. Тон, қыз таппай жүрмін, короче. Болды. Қашан келейін? Қай елсің? Жанбай. Жанбай? Қай жылғысың? 96. Ой, Кәрім ба? Кәрім ба отыр қаптың ба? жоқ, наоборот. Не? Кәрім! Все, қыздар, давайте. Манты, горячие қыздар, манты. Рыба свежая, курты, туалетные бумаги. Саламатсыздар. Ассаламу алейкум. По-казахски, по-русски, как вам выиграть? Без разницы. Мен есімім Алмас Құралович. Мен осы Алматы қаласының жануарлар қорғау бөлімінің директоры болып являюсь, да, вот. Вот, на жерде сіздер суретке түсіп жатсыздар. Фото сделали, да, вот здесь. Разрешение есть у вас, чтобы здесь сниматься? Какое разрешение? Біріншіден, бұл жерде акимат кешеден бері заң қабылдадық. Осы жерде фонтанға қарап кім суретке түссе, сол 2 пачка абайнос, вот, как говорится, штраф төлеу керек. Какой штраф? Абайнос. А какой это закон? 41-ші баптың 14-ші тармағында абайнос деген оқысаңыз болады. 2 насыбай төлеу керексіз. 2 насыбай? 2 насыбай. Бар ма насыбайларыңыз? Жоқ. Мынау жақын жерде бір бутик бар, абайнос деген. Насыбайлар жақсы, тілдің астына салсаң жақсы тебеді. Вот, соны алып штраф төле салсаңыздар, бүгін дұрыс болады. А какой это штраф? Я сам юрист. 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 Бітірдіңіз ба, жұмысты жасайсыз ба юристті? Жасайм. Аха. Отделениеға жүрсеңіз болады ма? Какое отделение? Вот біздің ар жақта беляши сататын кафешка, знаете?
Вот сол жерде бір кабинетіміз бар. Города Көкшетау. Көкшетауға сәлем, как говорится, вот, да? Вот, қош келдіңіздер, жігіттер. Бізде вот такое. Мен атым Алмас. Менің атым Марлен. Вот, танысқаныма қуаныштымын, как говорится, да, вот. Друг, да? Документы. Ау. Сейчас документы. Я сейчас в туалет какать буду, просто это, бумаги я хочу. Там в туалете закончились, вот, Все, как говорится. снимается, да, что-то, как какой-то насваиваешь, да? Франки, Всё братцы. понятно. А где камера, покажи? Вот, прям вот, она талдың артында тұр. Қолдан айтқойыңдар. Все, жеги, давайте. Пиздец, братан, ты прикольный. Все, давайте, удачного дня вам. Қыз саламатсыз ба? Бір-екі сұрақ қойсам болады ма? Бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Уақытыңыз бар ғой, 2 минутыңызды ала тұрайын. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Алмас Есенхан. Біз жақын арада өзіңіз білесіз, қыс келе жатыр. Сол қысқа орай біздің Алмас ат жүн-нәски магазинімізге келіп, жүн-нәски сатып алсаңыз, қыз не сене бастар дальше? Бір минут тұра тұршы қазір. Ау? Все, на месте қазір хабарласам. Все, хорошо. Мен қазір 5-10 минуттан звонимын сізге. Аха, давай. Че болды жүре бердіңіз? Сөйлесіп алайыншы деген, просто жалғыз сөйлесуге қорқамын да. Сәлем досым. Қалайсың? Мені таныдың ба? Жоқ. Таныған жоқсың ба? Мен базарда 12-ші бутикта жүн-нәски сататын жігіттің ғой, сен бір ретте кебем ғой. Серьезно танымадың ба? Аяғы тесік. Сенде 1000 теңгеден бізде нәскелер. Сенде 5-3 теңге болды. Сосын мен саған өзімнің жырт нәскемді беріп, сен риза бол, адышы братан, мен келіп тұрды. Сәлем. Саламатсыз ба? Қалайсың? Жақсы өзіңіз? Қалайсың? Жақсы. Дұрыс. Рахмет. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Альмира. Мен Талғат болады да. Таныспадық па қыздар? Денскім жақсы бір пивнушка барып. Таныспайсыңдар ма? Давай, родной. Саламатсыздар ма? Такси келіп жүр па? Жоқ. Автобус. Самолет, бәрі бар. Келіп жүрмейсіз ба? Кешіріңіз деді, администратор кім? Мен ғой? Сіз ба? Мен администратор, мен же таксовать етем. Ақша жетеді мен. Не болды? Негізі бір бізде негізі... Қыздар керек па? Жоқ, ұйым едік біз ше, негізінде. Қандай? Біз біргеміз деген ұйым едік та. Сон бізде андай идея болған ғой. Осындай Март деген сияқты магазиндер бар ғой. Соларды бізге мысалы Мартта біз жиналыс жасайтын кезде әшейін зал дайындап берсе болды да. Бірақ біз өзіміздің адамдарды жинаған кезде қашанға керек? Рекламировать етеміз. Просто мен алдын ала сұрап қояйын деген ғой, егер бізге паркинг керек. Короче, былай ғой, брат. Бірақ адам аз келетін күні ше. Түсініп тұрмын. Былай ғой. Чисто секретін айтайын мен саған. Қаншадасың? Мен қазір 19-дан. 19-дасың ба? Қанша адамсыңдар сендер? Қанша адам болғанда біз көппіз. Көпсіңдер ғой, Негізі нормально болады ғой. Былай ғой, брат. Просто ашығын айта берейін, бір жақсылап тұрып саунаға апарсаңдар, демалдысы болады ғой. Түсін бе? Арғар уже свет мет бәрін бере беріңізсің. Саунада мен Вика деген қыз бар тұлған ше. Сол өзін шақырам, өлтіреміз ғой. Вот соны реттеп берсеңдер, жақсылап тұрып істейміз ғой бәрін. Если что, менің кейін жаңа сейт деген сияқты бар. Түсініп тұрсың ғой өзіңде. Политика ғой бәрі, ата келеді. Такси керек емес, мен главный өз жерде. Ай, деп қоясың ғой бәріне ше. Елка өжір деп қоясың, өжет. Жақ дейсің, рахат. Жұмысқа кіммен сөйлессе болады негізі? Менен ғой, сен тұрсың ғой жаным ол. Айта берші кім, не ол? Қачайын, не жұмыста? Наверное, бір бутик ашып берейін ба? Сәуле деп қоясың ғой. Сәуле ашып береді, уайымдама. Айта бер, такси керек емес сонымен, Жоқ, машина бар. Ақша болмай кетті, просто 500 теңге керек, бензин құйырмын. Шықпай ма 500 теңге? Жоқ, машина. Өзің машинамен жүрсің ба? Жоқ. Братандардың машинасы. Анекдот айтып берейін, брат. Құртырып қай, мен де уақыт өткізеймей тұрмын. Короче, бір күні бір екі жігіт машинамен жарысып келе жатыр дейді.
Қызыл мен көк машина вообще. Екеуі жарысып келе жатса, қызыл машина қағып кеткен ғой. Бұл жерде біздің неміз мынандай да, негізінде ше. Анекдот не болды? Анекдот. Өтті ма? Өтті. Өтпесе ұйымдастырып бермеймін мен, өте керек анекдот. Обязательно. Сенің сөйлесу керек. Мен не істеймін? Айттым ғой жаңа, бірінші саунадан үйреттіңдерші, қалған бәрі болады, уайымдамасы. Сахна дейсің ба, сахна бәрін қойып берем, дерске болады да. Уайымдамасыңдаршы. Сөйтші. Администратор болып қалай, администратор болсын деген болсаң. Папам ғой мен, хозяиншы. Хозяин. Сосын администратор болып жүрмін. Негізі ақшам көп, просто таксовать етемін да дейші. Түсініп тұрсың ғой. Сен кәдім маған сеніп тұрсың ба сонда? Да? Сен кәдім мен япырсың. Ана камераны көріп тұрсың ба? Франк қой, брат. Қай канал? Ютубқа түсіп жатыр, брат. Ешқандай бастық іштең емес, мәшен франк істеп жүргендегі ар жақта камера тұр. Жақсы, брат. Ал достар, біз әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Біздің мартқа жалпы KFC жеуге біздің әпкелеріміз, ағаларымыз келіп отыр екен. Бірінші рет ашылып тұр бүгін Таразда. Соны әпкелерімізден сұрап көрсек. Әпке, жалпы қалай екен? Жалпы бүгін біз Тараз қаласына қонақ болып келіп отырмыз. Қай жақтан? Шу қаласына. О, Шудан келіп тұрсыздар ма? Мен де Меркіденмін. KFC-лерін ұсынады, өте дәмді. Бірақ жаңағы кішкене обслуживаниясы қинап жіберді бізді. Нақтырақ айтсаңыз, несі дұрыс емес, неден көңілден шықпады? Оплата жасағанда төлем жасадық. Ал жаңағы KFC-ді алатын кезде 1 сағаттай күтіп қалдық. Көңілімізді түсіретін бір жағдай болып қалды. Егер де KFC-дің басшылары көріп отырсаңыздар, мына тірлікті қалай шешсек болады деп антам болудамыз әпке. Ксения Чепча кесен қаналмас, арнайы енді қатын деп. Енді астарыңыз дәмді болсын әпке, сізге қалай KFC ұнай ма жалпы? Жақсы көремін KFC. Жақсы. Дәмді өте жақсы. Енді әпке, KFC дәмді ғой, енді бұл жалпы KFC-дің өмір баян айтып берейін сіздерге. Бұл бейшара тауық 2017-те келген дүниеге. Бұл бейшара не көрмеді? Бұл кім ойлаған бұндай KFC болам деп, дұрыс па әпке? Ешкім ойлаған жоқ, әбәдем өмірін қорада сүріп жүрді, артында 5 бала шағасымен қалды әпке. Енді сіздер жиінде отырсыздар соны. Не істейміз, братан? Може, жеп қойдыңдар ма? Неге қатты кестіңдер адамдар? Неге? Десек, кешіріңіздер, астарыңыз дәмді болсын, енді надайға қалай жестер әпке білмеймін енді. Егер аппетиттеріңіз болмайтса бізге бересаңыздар. 2 күн болды әпке тамақ ішпегендім. Әр күн өйтіп сұхбатпен барам, бәрі жеп қояды, бермейді әпке. Не істеймін? Жақсы, күндеріңіз сәтті өтсін, үлкен рахмет, астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Девушка, извините, Челедоваға бір годок звондап алсам болады ма? Да? Что извините, бітіп қалды да? Алло. Сарыңғытың сыңғы тауыттайсың яғытыз. Соңшыңға ясың әйтін ғайетті. Сарыңғытай, еке 생으로 우자자이 대가 중지기를 거랬으니까 막아 똥들이 가물이 오 상이야 승원상에 찍어요 서울랑 안 찍에 나와서 내기하니까 오 어떡하라 사룡 상이야 상으로 살아 그러게 안 거 나가요 是不是？这个真还少的一少啊，对不对？我真的妈的ойлап қойған жерсе нағашыларым ғой. Нағашыларым неде тұрады? Кореяда. Кореяда тұрғанда, в общем, Алматыға келген ғой.
Son мына жаққа шақыра алмай жатырмын ғой. Егер де қазір мен енді кетемін ғой. Егер номерге звондап жатса, Арбат шаушы шен хоңшоң деп айтыңыз шақыр. Есімде қалмайды ондай. Қараңыз, Арбат шаушы хай хоңшоң. Аха. Осы жерде жүр алмас деп айтасыз ба? Арбат шайын шоңшаң. Айтып көресіз ба? Ол қайттан табады қазір. Қараңыз. Арбат. Қараңыз, Арбат шайшоң. Арбат шайшоң. Аха. Хай хоңшоң. Хай хоңшоң. Аха. Общий. Арбат. Арбат шайшу хай шу. Ой, молодец. Рахмет үлкен сізге. Бір сұрақ қойсам бола ма сіздерге? Менің есімім Алмас та. Қазір ғана неден келдім, ауылдан келдім да, кішкене қаланы онша білмейтін едім. Енді үйде мамаш қоймай жатыр да, үйленсе үйде соң қыздармен танысып ұстаймыз ба деп шандай. Темекі, насыбай деген қоямыз ғой, өз жайлап, өз ретімен келеді ғой қыздар. Әңгіме шығар, шем, насыбай бәрі. Рядом ғой, это же святой ғой, ағайындармен жүріп үйреніп қойғанбыз. Соң ойлағанбыз, сендермен былай танысып, чотамыз да деп. Кафешке барып, бір-екі шашлық жеп, күйіп ішіп деген сияқты. Ай, бля, чотамыз да ғой, жай. Барып отырып, бір шашлық, чо там, құрт, чечіл дейді ғой, айтады, олды ағайындар. Бізде Катя, Нұрсұлтан деген ағайындар бар, Талғат деген. Қуып алып қаш бәрі. Бар ма желание қыздар? Масқан қыз дей бер деп тұрсыңдар ғой, да? Иә. Давайте. Біле береткесін сен қарындасың. Қыздар, саламатсыздар ма? Шымкенттік кісілер ма? Иә. Осы жақтық кісілер ғой, иә? Мен бүгін Тараздан келдім да. Есімдеріңіз кім? Айгерім. Сіздің есіміңіз? Жазира. Айгерім, ренжімеңіз да. Сіз өте әдемісіз да. Комплимент қой, енді өте сүйкімді сондай. Таза қазақтың қарапайым қызы деп айтады ғой. Сондайсыз да. Ойбай, жаным, ақшам жоқ деп айтқан жоқпын ба? Ау? Тасым жоқ жаным. Құрт жегім келіп жоқ, құртқа тиын таппай жүрмін. Бар ма қыздар, бере тұрыңдар, ертең Каспийларыңа жіберем. Жоқ па? Қыз жаным, ренжімеші, ертең аламыз. Бар ма тиындары? Ал. Алыңдар ал. Жоқ дейді қыз, жоқ, ешкімде ақша жоқ. Билдқа дым жоқ. Алдында да Не? Өлә, не сұр? Сен өте әдемісің деп атқаным ғой жаңа. Не да, е? Сен айтсың тұғы деп. Сон, сен ренжіме бірақ. Бірақ сен танысуға бола ма? Просто подругаңның алдына кешірім сұрадым. Сен әдемісің, идеальныйсың, такой. Иә, білемін ренжіме. Сен мен таныссам ба деп. Қай жылғысың? 99. 99. Сен ше? 98. 98. 100-ге қанша жейсің? Десең, ойнап айтады. Не, осы Шымкентте тұрасың ғой, иә? Жігітің жоқ па? Не істейміз? Қазір жүріп сразу үйленіп кетеміз, кішкене жүре тұрамыз. Жалпы негізі бар ғой, ашық сұрақ қойын, сен ашығынан жауап бер, сен вообще негізі жігітің болу қанша процентің бар? Айтшы, примерно енді, қанша процент? 100-ге дейін, 0 мен 100-ның арасында қанша процентің бар жігітің болуған? Енді примерно айта салшы енді. Айтсын? 50-50. 50-50? Еле-делі дейсің бе? Бала шағың жоқ, кәдім үйленбеген, кәдім неғысың ба? Сұрап айтасың. Ойбай, шай күлші. Қолағым жарып жібере жаздадың ғой. Деп, мен батям құсап күледі дейсің. Не істейміз, болайын да жылдамай айналайын. Сырласу бөлмесіне кіріп шығамыз ба, не қыламыз? Ойланып көресің бе? Онда не ағыңдар, мен тура өз жерлерде жүрем, бір айналып келсеңдер, бір ойланып, ответіңді айтасың ғой. Чоңым, сен чай күлші, ойла, тегі.